Сәлеметсіңдер ме балалар? 50-ші сабақ. Біздің жобамыз түбірлес сөздер. Bir түбірден қанша туынды сөз жасауға болады? Суреттерге қара, сөздерді оқы. Кітапхана, кітапханашы, кітап, кітапша. Берілген сөздер осылар. Барлығының түбірі кітап. Екінші тапсырма. Сөйлем құрау. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Кітапхана тыныш әрі жарық. Кітапханашы бізге жаңа кітап берді. Мен кішкентай кітапша сатып алдым. Үшінші тапсырма. Сөздерді суретпен сәйкестендір. Бірінші сурет. Кітапша және кітапханашы. Түбірі кітап, туынды сөздер кітапша, кітапхана, кітапханашы. Осы берілген сызбаның осы біріншісі кітапша, екіншісі кітапханашы сөздері сәйкес келеді. Бізде үшінші тапсырма осылай өз ойыңмен қалаған түбірлес сөзді тауып, осындай бет құрастыру болған. Мен ой сөзін алдым. Түбір сөзі ой, туынды сөздер ойна. Мағынасы бір іс істеу, қимылдау деген. Түбір сөзі ойнақ, туынды сөздер қимылды, ширақ. Ойын, балалар ойнайтын іс, ойыншық, ойнауға арналған зат. Ал ойыншы, ойынды ойнайтын адам. Түбір сөз бұл жерде ой, ал туынды сөздер ойна, ойын, ойыншық, ойыншы. Барлығының түбірі осы бір сөз ой. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.